Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі баяндайтын ертегіміз Сиқырлы тас. Сиқырлы тас ертегісінің екінші бөлімі. Ендеше құлақ түре тыңдайық. Хан өлген соң барша жұртты байдың баласына қарап қалды. Байдың баласы хан болса да, жасынан үйренген әдеті күнде ерте тұрып, итін ертіп, құсын алып, аң аулап жүреді екен. Бір күні айдалада аң аулап жүргенде, бір қу аяқ кемпір кез болады. Кемпірді көріп, хан аяп, өз үйіне қызмет қылуға әкеп қояды. Кемпір ханның үйінде қаншасынан басқа адамды көрмейді. Не жұмысы болса да, өзі істеліп, өзі бітіп тұрғанын көреді. Кемпір мұны көріп, ханға айтуға батпай ханшадан сұрапты. Ханша, ханның бір жасыл тасы бар, осы жұмысты сол істейді дейді. Сонда кемпір айтады: маған жұмыс қылғанша бәрін сол тасқа істетейік. Хан аң аулап кеткенде тасын үйге тастап жүрсін, соны сұрап алып қал, дейді. Ханы мұны мақұл көріп, тасты ханнан сұрап алып қалған екен. Бір күні тас кемпірдің қолына тиген соң, тасты алып айтады: осы ханшаны, алтын сарайы мен менімен Қарақұл деген ханның жұртына көзді ашып жұмғанша апар, дейді. Тас айтқанын орнына келтіреді. Кемпір Қарақұл деген ханның кемпірі екен. Ханның ханшасына қыз күннен ғашық болып жүреді екен. Осы ханның ханшасын алып кел деп жіберген кісісі екен. Қарақұл ханның жұртына келген соң, Қарақұл хан 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, баяғы ханның қызын алып әйел қылады. Байдың баласы аңнан қайтса, үйінің орнында жұрттан басқа ештеме жоқ. Зар-зар жылап, ел жұртынан айырылып, бүркітін, итін, мысығын алып, айдалаға шығып, адам жүрмейтін, құлақ естімейтін жердегі бір үлкен өзеннің бойына барып, балық аулап, тамағын асырап жүреді. Сөйтіп жүріп көп жылдар өтеді. Бір күні мысығы мен иті екеуі отырып, өз-өзінен ақылдасады. Осы күнге шейін асырап сақтап, бізді егеміз осылай күтіп жүр. Біз бұған бір жақсылық жасап көрген емеспіз. Енді біз байымыздың жоғалтқан тасын іздеп тауып берелік, депті. Соныменен иесі ұйықтап жатқанда, ит пен мысық екеуі тасты іздеуге сапар шегіпті. Көп күндер, көп айлар, көп жылдар өтеді. Ит пен мысық бір үлкен шаһарға келіпті. Шаһардың ішін аралап жүрсе, не көкте емес, не жерде емес, бір алтын сарайды көреді. Көріп, баяғы өз байының сарайы екенін танып, сол сарайдың жанынан шықпай жүріпті. Бір күні Қарақұл хан мысық пен итке тамақ бергізіпті. Ит пен мысық сол үйді бірі ішінен, бірі тысынан күзетіп жүріпті. Сөйтіп жүріп, мысықты Қарақұл хан қатты жақсы көріп, тамақ ішкенде жанына отырғызатын болыпты. Мысық тастың ханның өзінде екенін біліп, итке айтады. Ит бұған ақыл айтады. Сен бір күні хан тамақ ішіп отырғанда, бір тышқанды ұстап алып, тірідей жұтып қой. Хан мұны көріп, мырс етіп күліп, сені қабырғаға түртіп жіберер. Сонда сен тышқанды қайтадан құсып жібер. Сонда хан жүрегі айнып қақ дегенде аузындағы жасыл тас ұшып түсер. Сонда сен тасты қағып алып маған бер. Мен тасты аузыма салып, сені арқама мінгізіп, қашып, тасты байымызға апарып береміз, депті. Иттің үйреткенін мысық мақұл көріп, бір күні хан тамақ ішіп отырғанда, иттің айтқанындай істепті. Хан қақ дегенде аузынан жасыл тас ұшып жерге түсіпті. Сонда мысық тасты ала қашып итке беріпті. Ит мысықты арқасына мінгізіп алып, қашып, көп күннен бері баланың балық аулап жатқан жеріне келіпті. Өзеннің бойына келген соң ит пен мысық дауласыпты. Судан өтерде мысық тасты сен маған бер, сенің аузың үлкен, шаршағанда қырылдап тас суға кетер, депті.
Ит бұл ақылға көнбей судың ортасына келгенде, мысықтың айтқаны келіп, иттің аузынан тас түсіп кетіпті. Сол уақытта ұшып келе жатқан үйрек тасты қағып алып, жұтып қойып кете барыпты. Арғы жақтағы байдың баласының бүркіті мұны көріп, ұшып барып үйректі ұстап алып иесіне беріпті. Ит пен мысық судан шыққан соң болған жайды айтып береді. Байдың баласы ит пен мысығына риза болып, үйректі сойып жіберсе, үйректің ішінде тас жатыр екен. Ол бек қатты қуанып, сол жерде тасқа бұйырады. Көзді ашып жұмғанша Қарақұл ханның әйелін, кемпірін, өзін барша алтын сарайымен баяғы орнына алып кел депті. Тас бәрін алып келеді. Байдың баласы жұртына келіп, елінің көзінше Қарақұл ханды, өзінің қатынды, кемпірді бәрін қылышпен өлтіріпті. Онан кейін өзінің орнына бір жақсы адамды хан қылып отырғызып, өзі иті мен мысығы мен бүркіті мен тасымен бірге бұл дүниенің баяны жоқ деп жаһан кезіп кетіпті. Құрметті оқырмандар, сиқырлы тас ертегісі осымен тамамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Қазақ каналының дамуына үлес қосыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.